Мен Маңғыстау облыстық орман шаруашылығы жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясының аға инспекторы Сансызбаев Молбай Аңшыбайұлы. Бүгінгі күні Қарақия Қаракөл қаумалының Қаракөл көлінде аққулардың өліп жатқаны белгілі. 21 желтоқсаннан бастап 2023 жылы. Бүгін 12 қаңтар 2024 жылға дейін барлығы 943 бас аққу өлді. Бүгін 12 қаңтар күні 33 бас, барын қосқанда 943 бас аққу, 1000-ға жуықтап қалды. Оған қазір жергілікті атқарушы орган, бақылаушы органдар тиісті шараларын алуда. Сонымен бірге кеше 11 қаңтар күні әлеуметтік желіге тараған хабарға байланысты, ақпаратқа байланысты Қырғауылдың теңіз жағалауына келіп, мінеки бүгін бақылау жұмыстарын жүргіздік. Кешегі 11 қаңтар күні 12 бас аққу құсы арнайы қарапайым шұңқырларға өртеліп жойылған ветеринарлық талаптарға сәйкес. Бүгін мінеки 12 қаңтар күні 8 аққу құсы өлігі табылып, арнайы шұңқырларда жойылуда. Күнделікті бұл жердің өзінде де 20 басқа жуықтаған, қазір аққу құсының өлігі табылған. Күнделікті жергілікті атқарушы органдармен қазір тапсырмалар беріліп, шаралар алынуда, жойылу. Біздің міндетіміз осы табиғатта қазір уақытта құс өліміне байланысты облыс территориясында бақылау қадағалау жұмыстарын жүргізу. Егер де сол өлген құстар табылған жағдайда тиісті жергілікті атқарушы органдарға хабарланып, ветеринарлық тараптарға сәйкес жойылуға сол консультация беріліп келеді. Жергілікті атқарушы органдар тарапынан ауыл шаруашылығы басқармасы, ветеринария инспекциялық тараптарынан шаралар алынуда. Қаңғыбас иттерді бәрін шектеп жою, сонымен бірге аққудың өліктерін, иттерді алып кетпеуіне жұмыс жүргізіп жатыр. Қазір мынау Қырғауылдың теңіз жағалауында табылып тұрған құстар, соның бірі түп қарағанда да сол теңіз жағалауында шығуы мүмкін. Басқа жерлерде де шығуы мүмкін. Егер ондай болатын болса, сол жергілікті атқарушы орган ветеринарларына хабарланып, сол тиісті орындарға ветеринарлық тараптарға сәйкес жойылу керек.